Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін бізде қазақ әдебиеті сабағы. Сабағымыздың тақырыбы Бауыржан Момышұлы шығармаларының қазақ әдебиетіндегі орны. Оқу мақсаты: шығарма бойынша жазылған әдеби сыни пікірлерге сүйене отырып, өзіндік сыни пікір жазу. Бауыржан Момышұлының қанатты сөздері: ана тілін сүймегендік, білмегендік ұлт сезімін жоя отырып, ұлт безерлік тудырады. Кейбір ұл-қыздарымыздың ана тілімізді білмеуі, не шала білуі мені қатты қынжылтады. Бұған ең алдымен ата-ана кінәлі. Анамыздың ақ сүтімен бойымызға дарыған ана тілімізді ұмыту, бүкіл ата-бабамызды, бар тарихымызды ұмыту. Мен 3 нәрседен қорқамын. Бірінші, баласына бесік жырын айтпаған анадан. Екіншісі, немересіне ертегі айтпаған әжеден. Үшіншісі, бір-бірімен қазақша сөйлеспеген қазақтардан. Бұл Бауыржан Момышұлының айтқан қанатты сөздер болатын. Бауыржан Момышұлы туралы айтылған пікірлер. Қалай дегенде де Бауыржан Момышұлының ел ұғымында толымды, жинақы, тұтас соғыс бейнесі қалыптасқан. Бұл соғыс қаһарманы ғана емес, сонымен бірге жарқында жалқы, қайта тумас азаматтың бейнесі. Оған енді жазушы Момышұлы деген атақты қосқанда алуан қырлы алып тұлғаның өзі шыға келер еді. Тахауи, Ахтанов. Адамгершілік, азаматтық, парасаттылық, ерлік, сұлулық жағынан Баукең менің ұлы ұстазым. Мені Баукең тәрбиеледі. Қалыптасыма тікелей өзі көмектесті. Олжас Сүлейменов. Ұшқан ұя шығармасы туралы айтылған пікірлер. Белгілі ғалым сыншы Қаратаев сөзмен келтірсек: бұл Бауыржанның балалық шағын баяндаған, өскен, тәрбие алған ортасын суреттеген өмір баяндық шығармасы. Ұшқан ұяда Бауыржан Момышұлының өзіндік көркем суреттеуі көзге түседі. Бұл повест жазушының өзіне тән суреткерлік бетін танытты. Шыншылдық, нақтылық, өмір материалын жетік білушілік жазушыға көптен көп қажет қасиеттер. Қалың халық ортасында қарапайым семьяда туып өскен, жастай шешесі өліп ақылды ана, қарт ана үлкен шешесінің қолында тәрбиеленген Бауыржанның жасынан сезімтал, елгезек, ойшыл болып өскенін көреміз. Бала кезінен көрген білгені, өмірден алған әсері жүрегіне жазыла берген тәрізді де. Қар суындай бойына сіңе берген тәрізді. Енді келіп сол жан түкпіріне іркілген қор, есейген шағында өмірдің ауыр кешуін өткен шағында бұлақ суындай қайнап, бұрқылдап сыртқа шыққан тәрізді. Ұшқан ұяны қызығып оқисың, сүйсініп оқисың. Бауыржанның жастық шағын өз басыңнан өткергендей сезімге бөленесің деп берілген әділ баға. Тапсырма: ұшқан ұя повесінен өзіне ұнаған 4 қанатты сөз теріп жаз және оларды дәлелде. Алған 4 қанатты сөзін өз сөзімен түсіндіреді, дәлелдейді. Келтірген қанатты сөзді өмірмен байланыстырады. Өзі таңдаған ақыл сөздермен өзі қандай тәлім алғанын қорытындылайды. Ұшқан ұя шығармасындағы қанатты сөздер. Жетіге келгенше бала жерден таяқ жейді. 13-те отау иесі. Жеті атасын білмеген жетесіз. Тәрбие тал бесіктен. Бала жетіге келгенше жерден таяқ жейді. Сұрақтар кезеңі. Бауыржан Момышұлы туралы сұрақтарға жауап бер. Бірінші сұрақ: Бауыржан Момышұлы кім? Екінші: ұшқан ұя шығармасы кімнің атынан баяндалған? Үшінші: Бауыржанның атасы кім? Әкесі кім? Қандай адам болған? Төртінші: анасы туралы не айтатын едіңдер? Бесінші: бала Бауыржан бала кезінде қандай болған? Алтыншы: бала Бауыржанға Имаш қандай бата берген? Кері байланыс тапсырмасы: жазылған әдеби сын пікірлерге сүйене отырып, өзіндік сыни пікір жазу. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.